Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Эльмира Мәжитқызы. Бүгін сіздерге еттің қамырына жұмыртқаны қоспайды, сорпаға салғанда езілмей дайын болатын қамырды қалай дайындауға болатынын көрсететін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, осы видеоны соңына дейін қарап, сіздер де дайындап көрсеңіздер болады. Алдымен қазанымызға салқын суды құйып, еттерді жуып салып дайындап аламыз. Одан кейін мен үнемі ет асқанда картобын бірге саламын. Картобын салдым, бір жуаны және қатырып қойған болгар бұрышын салып, тамағымызды қайнатамыз. Бір қайнағаннан кейін көбігін алып тастап, астын баяу отта қоямыз. Бізде 3 сағатта дайын болатын жылқының еті. Және сорпамыз өзінің бабында 2 сағат, 2,5 сағат қайнаған кезде ыдысымызға майсыз сорпаны құйып, бөлме температурасында суытамыз. Суығаннан кейін осылай ыдысымызға ұнды елеп салып, сорпаны құйып отырып, ұнның басын біріктіріп, осындай қатты да емес, жұмсақ та емес қамырды дайындаймыз. Және ұнға 2 жағын аунатып, тағы да әбден иінін қандырып илеп, 2 бөлікке бөлеміз. Сосын 20 минутқа тындырып қоямыз. Дайын болғаннан кейін тағы да иінін қандырып илеп, енді еттің нанын жаятын боламыз. Міне ұнды сеуіп отырып, еттің нанын жұқа қылып жаямыз. Міне осындай жұқа болды. Енді осына бірнеше бөлікке бөліп, кесіп, дайындап қоямыз. Екінші гүлшені да солай жайып, жұқа қылып, оны да бөліп, дайындап аламыз. Дайын болғаннан кейін, міне қайнап тұрған сорпамызға араластырып отырып саламыз. Әбден барлығын салып, болғаннан кейін бір қайнатып аламыз. Және баяу отта 5 минут қайнатып қойсаңыз, еттің наны дайын болады. Міне дайын болды. Міне көргендеріңіздей жұқа, езілмеген, өте дәмді еттің наны дайын болды. Енді етімізді турап, үстіне саламыз. Міне көргендеріңіздей картобы да езілмей, өзінің бабында дайын болды. Енді бетіне тұздығын қоямыз. Міне тамағымыз осылай дайын болды. Сіздер де осылай сорпаға еттің қамырын илеп дайындасаңыздар, өте керемет, дәмді еттің наны шығады.